бізді алдап қойды, үлгірмей қалдық та. Ondan кейін біздің Чолак ажы ұстазымыз өтіп кетті да. Содан кейін Арман ұстазымен көпін тыңдаймын. Аллах Тағала сіздің өміріңізге береке берсін. Арман ұстаздың бәрі баянында айтатын еді. Жақсы адамдар өтіп кеткен кезде жер жылайды екен да. Мынау мен үстінде, мен атында айтып жүруші еді, ол көрінбей кетті депші. Осылай кезде ұстаздарымызды сыйлап қалайық. Қалай ұстаздарымыз 10 жыл, 20 жыл Египетте оқиды. Біз оның орнына қараңызшы қазір. Қазақстанда Қайрат Нұртазды тойға шақырсаңыз $10,000 төлейсіз. Ондай темада бізде де бар. Бірақ біз алымдарды шақырамыз. Ешқандай алымдар жоқ болса, кім біздің екемізді қияды? Кім біздің баламыздың атын қояды? Кім біздің балдарымызды, акемізді, ағамызды, кім бізді кепін деп қояды? Сол үшін біз ұстаздарымыз бар кезінде сыйлап қалу керек екен. Болмаса өлгірмей қалады екенбіз, туысқандар. Сол үшін барыңыздар, қазақ бауырлар, сізді жақсы көреміз. Аллах Тағала бір ниетім бар еді. Арман ұстазменен қалай да бір болмаса, Құрандан кейін Бұхар кітепті айтады ғой, бардық амалдар ниетке жараса деп. Мен айтушы едім да, осы Абдуғаппар Рысманов өтіп кеткеннен қалайдыр бір Сарағашқа барып па, бір медресені барып қызмет қылайын деп едім, бір үлгермей қалдық та. Сол үшін азыр енді бұл басқа біреу рия не қылып тұрған жоқпын. Басқа біреуге көрінейін деп тұрған жоқпын да. Шын жүрегімен осы Аллах Тағала дуа қылды да. Осы Абдуғаппар ұстаздың Аллаху акбар медресесіне осы қырғыз бауырлардың атынан, енді қазақтардың медресесі ол біздің медресеміз. Қырғызстанның медресесі сіздер біз бір туысқанбыз ғой барлығымыз. Пайғамбар осы хадисте айтады, бір де адам бейішке кіре алмайды, ол иманды болмайынша. Бір де адам иманды бола алмайды, бейішке кірмейінше дейді. Бір де адам иманды бола алмайды, бір-бірін жақсы көрмейінше дейді да. Өзімізге қандай қаласақ, Қазақстанда қандай дін өркіндей беретін болса, медреселер көбейтін, Қырғызстанда көбейтін қаласақ, Қазақстанға да осыны қалаймыз. Бір-бірімізге дуа қылайық. Малайзияда бір жігіт айтады, бір рет қана көріскен екен да. Соны айтады, Арман болса аты, мен атым Арман, сен атым Білім болса, екеуміз ақыреттік дос болайық. Мына осы Майданадан көрістік қой, енді Қазақстандан көрісеміз бе, көріспейміз білмейміз. Бірақ бір-біріміздің беттерімізді көріп қалдық қой. Сол қияматқа барған кезде айтатын еді дейді да. Осылай қырғыз бауырларды көрген едім мен. Осы, Алла, неге олар бейіште көрінбейді? Сен оны шығарып бер деп, бір-бірімізді іздейтін ағайынелерден болайық дейді да. Осылайда бір-біріміз мұсылман болайық дейді. Осы қырғыз бауырлардың атынан, өзіміздің атымыздан Арман ұстазға мен бір $1000 беріп жіберейін деп едім. Осы Абдуғаппар Рысмановтың медресесіне біз үлгермей қалдық. Осы уағында қазақ бауырлар Арман ұстазды көтеріп қалдыңдар, сыйлап қалдыңдар да. Чолак ажы кезінде, Чолак ажы көп кімге айтпатын еді, бірақ Чолак ажы айтады, бір кездерде тамақ жоқ болып, осы бір самсыменен көксе жеп жүрген күндер болған дейді да. Бірақ алымдар айтпайды бізге, мынау жоқ, мынандай қылып бер демейді да. Біз алымдарды басымызға көтеріп жүрміз керек та. Осы нәрсені білейік. Егер алымдар жоқ болып қалса, адасатын едік. Қалай намаз оқимыз, қалай жүреміз, қалай соның барын білмейтін едік та. Қазір мына жаққа кетіп, умраның бытысын шығаратын едік. Қалай қылу, не қылу керек? Соның үшін алымдарды сыйлайық, алымдарды урматтайық, алымдар үшін дуа қылайық. Арман ұстаз, Аллах Тағала сіздің өміріңізге береке берсін. Ильяс Дамулла, мына жақсы күндерде мынандай күн болады деп ойлаған емеспіз, бірақ жүрегім осылай тоқып тұр да. Қашан сендердің жүрегіңде тыншиды, Алланың естігенде тыншиды дейді да. Осы $1000 Арман ұстазға тапсырып қойыңыз, рұқсат етіңіздер, а? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve Allah'ım, ya Allah'ım, olsa hayırlı amalda жасап атқан бауырымызға Allah'ım орнына мың есе сауаптан жазғайсың. Allah'ım осы бергеннен дозақ есіктерін бәрін жаппайсың, жаннат есіктерін бәрін ашқайсың. Ya Rabbim Allah'ım, әрбір басқан қадамын өзіңе жақындататын қадамдардан қылғайсың. Әрбір басқан қадамын өзіңнің дозағынан қашатын қадамдардан қылғайсың. Allah'ım тіл көз бәле желеден барлық жаманшылықтардан өзің пана қылғайсың. Allah'ım саллаллаху алейхи ва саллям. Енді өзістің ұстазға Құдай бұйырса, Абу Дабиде конференция болады екен да ұстаздардың. Ұстаздарда квалификация қылып, дальшыдағы сіздерге жақсы тарих айтып бере тұрған ошо пайғамбарымыздың ұрпақтары бар екен, ошолармен жолықтырып, біздің Ильяс Дамулдаға рұқсат берсеңіздер, біз лидер Умрадан башқа лидер Travel деген да компаниябыз бар. Дубайға дүйнө жүзін саяхаттап ошо компаниябыздан Құдай бұйырса Ильяс Дамулла чарчайт эми 15 күн бұрын сіздің атаңыздарда, апаңыздарда Ильяс Дамулла болот. Арзу мұңдың барын Дамуллаға айтасыздар. Ушу сіздердің атыңыздардан, елдің атынан
Дамбылдага умрага келди го эми. Дубайга ошо Абу Дабиде ак мечит курулган, ошол жакта конференция болот. Ошол жака Дамбылдага путевка берип коюп уруксат этиңиздер, а? Машалла, машалла деп коюңуздар. Билгендей калпак салууга мүмкүн го, да бир калпак бар, устазга кийгизип койгон сынатына, да? Машалла. Аллаху акбар. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum.